Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Сіздермен және де бір ой бөліскім келіп отыр. Енді әдетте күнделікті бір ойлар болады. Сіздерге айтқым келеді, оған уақыт болмай қалады, сонымен қалып қалады. Енді бүгін әзір бір Ханзуша бір Женьшень деген адам өмірі деген бір өлеңді оқып жолдап қойдым ғой. Енді содан да біраз тәсір алдым. Енді біз әдетте үйімізді реттеп тұрамыз күнделікті. Одан кейін жарым жылда бір рет мысалы киімдерімізді реттейміз. Кейбір киілмейтін 2-3 маусым кимеген киімдерімізді тастауға тура келеді. Ақыр кимейміз ғой оны. Одан кейін кейбір көнеріп кеткен киімдерді реттеп тастаймыз. Балаларымыздың кішкене болып қалған киімдерін реттейміз деген секілді. Олай істеп тұрмасақ, үйіміз қоқсып кетеді ғой. Сол секілді енді тек қана заттарды емес, адам өз өмірінде реттеп тұру керек. Мәселен, өміріңізде кейбір адамдар болады. Туысыңыз болсын, мейлі досыңыз болсын, ішінде сіз онымен сөйлескен кезіңізде сіздің энергияңыз қатты ысырап болады. Мысалы, сөйлесесіз, одан кейін басыңыз ауырады, соның кеселінен. Өйткені көңілсіздік пайда болады ғой. Энергияңыз ысырап болады. Енді көп жағдайда, мысалы, қойшы болды, туыс қой, болмаса жақыным ғой, досым ғой деп кешіреміз, бірақ ол жағдай жалғасады деген секілді. Мен кеше ғана бір қыздың айтқанын естіп қалдым. Өстіп жақын араласатын досым еді, осындай басқаша болып кетті деген секілді. Сондай кезде көңілсіз боласыз. Соның қажеті жоқ деп ойлаймын. Біз өз өміріміздегі осындай қарым-қатынас жасап отыратын адамдарды да реттеп тұруымыз керек. Өзіміз рахат сезілетін адамдармен араласуымыз керек. Өз өмірімізге өзіміз жауапты болуымыз керек деп ойлаймын. Барған сайын адам үлкейген сайын өзінің мына ортасын реттеп отыру керек. Сонда сіздің басқаға уақытыңыз шығады. Дәріс қарауға, өзіңізді дамытуға, балаңызға, үйіңізге қарауға уақытыңыз шығады деп ойлаймын. Енді біз қазақтарда той томалақ өте көп болады ғой. Әуелі бір туылған күнді де өте үлкен тойлап жатады. Енді солардың өзде бір түрлі кей кездерде энергия ысырап қылу деп ойлаймын мен, енді өз ойым. Сондай бір ойды айтқым келеді. Өмірімізді қастерлейік, өз өмірімізге өзіміз жауапты болайық.